Жігіттер алдынан ассалаумағалейкум әмеңізге. Қымбат суықта жүріп, бала-шаға бағып, машақатлы жұмыстарыңызға табыстар, балаларыңыз ауырмасын, аман болсын, ата-анаңыз сау болсын. Сіздерге рахмет қызметте жүргеніңіз үшін. Менің жұмысым жоқ еді, жұмысымды өзім істеймін, өзімнің жұмысшыларым бар, өздеріне айлық беріп қойған. Бірақ бүгін 2 жыл болады тойпалау деп ат шығарып, ашып садақа беріп, ана откастты аш қарма. 50 мың не болды? Подписка болды, 50 мың К болдым. Сол себепті өзім ойладым, кешегіде открытие бердім, садақа бердім, бәріңіз кеше жетеде бердім, қайтып кетіп сілерге бере алмадым. Көңілім болмады, кеше 50 мың болғанда пұл сыйлығымен сілерге палау беріп жүремін бала-шағаңызға деп өзіме ниет ете бердім. Азақ продукты, нан, салат бәрімен. Ағалар, жақсы ма? Азақ ішке кіріп, көрсетіп, сөйде жейтін болсаңыз сөйде жейсіздер, үйге әкетемін салып қойып қалың. Болды. Алып кететілер, алып кетіңіз, жейтіндер жеңіз. Кеттік, қане марқамат бәріңізге. Қағазы. Мынау таза тойпалауым, екінші этаж мінекей. Жігітлер, любой уақытта келесер, мына бүгін беріп атқан жоқпан, аш болсаңлар, келе бересер, ауқат бере беремін. Тоңайып жүрмең. Тойпалау мінекей сондай. Бәріңізге жақсы ма? Құда қаласа. Так, яш үлкенден бастаймыз. Яш үлкен. Қане, Махамбет аға, неше адам бар үйіңде? Үйде бар ғой 4-5 адам. 4-5 адам болса, мінекей. Міне салат нанымыз бар, міне палауымыз, ішінде бәрі затымыз бар. Мінекей, кетіп қалмайсыз, тағы сыйлығым бар одан басқа. Мінекей. Неше адам бар? 7 адамдай бар. 7 адам болса, беремін. Төрт өмесен жетеді. Бір адам, бір порсын, 2 адамға болады да? Бар, ал болсын. Ол, әне, соттың кетіп қалған пұл сыйлығымнан бар. Bir adam. Онда неше адам бар? Екі оны атты тағы ауыз отта беремін, ашма. Мына общий. Неше порсын қане общий? Алма? 26? Ол, сен не дейші? Пока екі оны атты ал. Мына бір өзі, 2 адамға жетеді, көп оп. Ал, аз береміз. Болды, ішінде заттарымен. Сен не дейші? Бір өдең ба? Сөйде? Болды, сөйде, біз сап берем онда. Сен не дейші? Сен не дейші? Үйде. Міне. Аз топтыңар, пұл сыйлығыман бар, сөйге сап берем аз. Жақсы ма? Бола ма? Сөйде жеп кетсеңіз болды ма? Үйде адам жоқ па? Болды, болды. Сізде не? Неше адам? Сенде неше адам бар? Так, кім бар алатын? Сенде? Алатын неше адам бар үйде? Төрт. Екі-екіден берген кім? Болды, сен екеуіңіз сөйле жейсіз ба? Разымысыздар? Мына ақша сыйлығым бар еді азар. Жұмысым жоқ еді негізі бәрі өпкілемең, просто қазілдесіп едім. Жақсы ма? Olmasın, kal olsun. Я, жұмыс, өзім жұмысшыларым бар, өзім сүймен жұмысшыларым бар. Мінекей. Тапқан тұқпатқан берекетін берді. Насыл несегің балдан бар. Жинаған терген күндері берсін. Мына істеп жатқан жұмыстарым менің үйінде осындай уақыт қосып, мына ашқан несінде берекетін несе берді. Amin. Ülkede isteyen kızlar bağlar, her mesele rahmet sevin. Kazımesi Allah'dan kaçsın. Amin. Çarşamba. Amin. Amin. Рахмет, бәріңізге рахмет. Жұмыс бар деп келгеніңізге. Негізі жұмыс жоқ еді. Қазілдесіп, жігітлер. Бәріңіз құшақтайындар. Аллаһтан қайтсын. Бәріңізге рахмет. Сіздер екеуіңізге двойной. Бірінші, екінші ауқат беремін, отырыңыз. Пұл сыйлығын алдың ба? Болды. Ағалар, рахмет. Разы болыңдар. Береке ақшада емес, береке Алланың рахымында. Ал сол Алланың рахымын келтіретін нәрсе ол садақа болып есептеледі. Сенің берген азғантай болса да садақаң үлкен берекетті келтіруі мүмкін. Давай. Тойпалау һәм неше сондай жақсылықтар қылуға Құда қаласа Алла Тағала ауыртмай күш қуат беріп тұрса, жақсылық қыла береміз. Халқым сіздердің үйіңізде той болсын деп той болған.